Қайырлы күн, менің алтын оқырмандарым. Бүгін сіздерге осылай жасалу жолы оңай, өте дәмді салатты үйрететін боламын. Менің арнама тіркеліп, видеоны соңына дейін көріңіз. Ең алдымен осылай қызып тұрған майымызға етімізді қуырып пісіріп аламыз. Етімізді осылай ұзын-ұзын етіп турасақ, салатта өте әдемі көрінетін болады. Осылай етімізді жақсылап қызартып қуырып аламыз. Азырақ тұзымызды саламыз дәміне қарай. Және араластырамыз. Содан соң етін жауып, ақырын отта етімізді пісіріп аламыз. Етіміз піскенше сәбізімізді осылай үккіштен ұзын-ұзын етіп өткізіп аламыз. Сол кезде салатта өте әдемі көрінетін болады. Содан соң қиярымызды осылай бөліктерге бөліп, формамен осылай турап алатын боламыз. Зигзаг етіп. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша турасаңыздар да болады. Қаласаңыздар ұзын-ұзын етіп, немесе кубик етіп турасаңыздар болады. Бірақтан осылай формамен зигзаг етіп турасаңыздар, салатта өте әдемі көрінетін болады. Міне осылай әдемі етіп турап алдық қиярымыздың бәрін. Содан соң ыдысымызға саламыз. Азырақ тұз сеуіп жібереміз. Сосын араластырып, азырақ уақытқа тұрғызып қоямыз, тұзымыз сіңгенше. Оған дейін қызыл бұрышымызды осылай ұзын-ұзын етіп турап аламыз. Ортасындағы өзектерін алып тастаймыз бұрыштағы. Осылай қиғашынан ұзын-ұзын етіп турасаңыздар, әдемі көрінетін болады. Бәрін турадық. Енді сары бұрышымызды да осылай ұзын етіп турап аламыз. Ортасындағы ақ өзектерін алып тастаңыздар міндетті түрде. Міне турап алдық. Енді жасыл сарымсағымызды осылай тоже ұзын-ұзын етіп турап аламыз. Қиғашынан тураңыздар, сол кезде әдемі көрінеді. Қызыл бұрышымызды және тураймыз. Содан соң сары бұрышымызды турап аламыз. Содан соң қалған жасыл сарымсағымызды осылай ұзын-ұзын етіп турап аламыз. Бәрін жақсылап турап алдық. Енді чесногымызды осылай үккіштен өткізіп аламыз. Бәрін өткізіп алдық. Енді үлкендеу ыдысқа салып, піскен етімізді саламыз, қызып тұрған майымызды құямыз. Содан соң соямызды құямыз, жақсылап араластырамыз. Осымен салатымыз дайын. Енді бетіне күнжітті осылай сеуіп, сәндеп тарту етсеңіздер болады. Мінекей салатымыз осылай өте керемет болып шықты. Дастарханыңыздың сәнін келтіретіні сөзсіз. Менімен бірге болғандарыңызға рахмет. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Астарыңыз дәмді болсын.